достар, мінекей мен 12 сантиметр тоқып алдым. Менде бұл отворот болады шапкаға. Ары қарай тоқылу жолын көрсетіп өтейін. Ары қарай қазір бірінші ряд біз тоқимыз. Бірінші бір петляны қосамыз. Мына жерден жай бір петля қосамыз. Осылайынан жай бір петля қосып алайық. Бір петля қосып аламыз. Бір петля қосып аламыз. Оны қосып алғаннан кейін мына петляны, қосқан петляны мынамен бірге мынадан былай өткіземіз. Мынаны алып қаламыз да, мынаны осылай артынан өткізіп, мынаны қайтадан оның алдынан келтіреміз. Скрешиваем дейді, скрешивать етеміз осылай. Содан кейін тоқып өтеміз. Оң петля қып тоқып өтеміз. Сосын әр қарай бір изнаночный, бір лицевой қып тоқи береміз. Бір изнаночный, бір лицевой, бір изнаночный, бір лицевой, бір оң, бір теріс, бір оң, бір теріс қып, мына бастаған жерге дейін тоқып келеміз. Ары қарай 15 сантиметр, бір лицевой, бір изнаночный, 15 сантиметр высотада бектікте тоқимыз. Ары қарай осы узорды жалғастырамыз. Бір изнаночный, бір теріс іліп аламыз. Екінші оң, бір теріс, бір оң. Осылай тоқи береміз. Ары қарай бізде жоғары қарай тоқыған кезде, узор шыққан кезде бізде бұл жемчужный узор болып шығады. Астында оң, үстінде сол болып, шахмат сияқты порядокта өте әдемі узор болып шығады. Оны жемчужный узор деп атайды. Мінекей көрініп тұр. Міне оң тоқығанды енді сол қып тоқимыз. Достар, сәлем. Міне ары қарай мен мына шапканы тоқып осы жерге дейін жеттім. Менде мына жерден резинкадан бастап 15 сантиметр шықты. Резинкадан бастап 15 сантиметр міне шығып тұр. Ары қарай макушкасын жабамыз. Макушкасын жапқан кезде убавка жасаймыз. Қазір ең бірінші менде лицевой петля тұр, артында изнаночный тұр. Лицевойды аламыз, іліп аламыз, изнаночныйды айналдырамыз. Қайтадан орнына ілеміз. Сосын екі петляны бірге қосып тоқимыз. Бұл бізде убавка, қысқарту деп аталады. Убавки. Екі петлядан қысқартып, осылай рядтың соңына дейін айналып шығамыз.
мінекей осылай убавка жасаймыз. Ең соңына келген кезде әрі қарай қалай тоқитынын көрсетейін. Осылай изнаночный петлялардың бәрін лицевойға айналдырамыз осылай. Сосын бір екі жіпті қысқартып лицевой тоқып отырамыз.